Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сіздермен бірге мен Батыржан Ибрагим. Бұл әдемі бағдарлама. Бүгін біз сіздермен заң жүзінде әңгіме айтатын боламыз. Және бүгінгі біздің қонағымыз заңгер Жорабек Жамалбекұлы. Бағдарлама қош келдіңіз, жеке. Алғашқы сұрақ, жеке куәлігіңіз өзіңізде ме? Әрине, жеке куәлігім бар өзіммен бірге. Әрбір азамат жеке куәлігін күнделікті өмірде өзімен бірге алып жүру міндетті ме? Өзі жеке куәлік деген құжат өзі конституциялық заңмен бекітілгендей, ол тек сол адамға тиесілі құжат болып табылады. Қандай да бір жағдайлар орын алған жағдайда, өздерің кеше ғана қарап өттіңіздер, жол көлік апаты болуы мүмкін, жол қозғалысы болуы мүмкін. Болмаса, кезі сол азаматтың, яғни кім екенін анықтайтын дәлел болып табылатын құжат ол. Егер де ол сіз мына ертеңгі күнді, болмаса осы бір сағаттан кейінгі өміріңізді сіз нақты өзіңіз елестете алмағандықтан сіздің әртүрлі жағдайға ұшырауыңызға себеп болуы мүмкін. Болмаса, сол кезде сол құжат сізді дәлелдеп береді. Сіз осы азаматсыз. Біз енді әскери адамдар секілді киіміміздің нысанымыз сыртында жаңағы біздің қан тобы секілді, или болмаса жаңағы аты жөні жазылған бізде жаңағы жетондар жоқ қой. Мысалға 6 цифрлардан тұратын жетон арқылы сіздің кім екеніңізді анықтауға болады кейін, қандай да бір жағдай орын алған жағдайда. Әртүрлі жағдайлар орын алады. Сондықтан жеке куәліктің әзіргі таңда өзіңмен алып жүру міндеттігі. Тым болмаса келесі көшеге өтсеңіз де, не көршіңізге барсаңыз да өзің құжатыңыз өзіңізбен болғаны дұрыс. Әрине ол қарапайым мысал ретінде айтқанымызбен, бірақ ол сіз енді үйден шыққан кезде жол көлік картаңыз, банктік картаңыз, болмаса кез келген құжатты өзіңізбен алып жүресіз ғой. Сол кезде салып жүруіңіз қажет. Көшірмесі болсын, қалтаңызда болғаны дұрыс. Автокөлікке құқық беретін оның құжаты болу керек. Және сол көлікті айдап жүруге құқық беретін, яғни оның жеке автокөлік айдауға рұқсат беретін куәлігі болу керек. Егер де осы куәліктердің ешқайсысы болмаған жағдайда, егер де жазатайым ұмытып кеткен болса, асығыс болған жағдайда, байланыс телефоны арқылы сол тоқтатқан мекен жайға алдырту қажеттілік туындайды. Егер де оның мүмкіндігі болмаған жағдайда, автокөлік айыппұл тұрағына жіберіліп, азаматтың нақты сол көлікке құқығы бар, не болса көлікті айдауға құқығы бар екен анықталғанға дейін сол жол полиция мекемесіне бару міндеттілігі заңмен көрсетілген. Ол өйткені ұрланған көлік болуы мүмкін, не басқа да жағдаймен алынған көлік болуы мүмкін. Болмаса ол азаматтың түр сипаты үлкен азаматқа ұқсағанмен оның жасы өспірім бала болуы да мүмкін. Осының бәрін растау үшін әрине жол полициясының, болмаса арнаулы құқық қорғау органдарының мекемесіне баруға тура келеді. Қаншалықты сізді ол тоқтатты, не себеп тоқтатқан жөнінде сіз бірінші ол азамат сізге түсіндіру керек. Өз аты жөнін таныстыру керек, олардың арнаулы қазір бейне камералар бар, сол бейне таспаға барлығы түсу керек. Сіз неліктен ол азамат тоқтатыңыз, және тоқтату барысында ол сол жол көлік қызметінің инспекторы тоқтатуының заңды себептерін түсіндіру. Яғни қандай да бір ориентировка дейді ғой, бір мақсатта осындай бір жол апатына ұшыраған болмаса, осындай көлік ұрланды, осындай түсте деп өзінің құжатын мен жол міндетін түсіндіру керек. Не үшін тоқтатты? Сіз ешқандай құқық бұзбасаңыз, жай жолдың бағытында өзі қалыпты жаңағы қашықтықта кетіп бара жатсаңыз, 60-пен кетіп бара жатсаңыз, просто жай тоқтатты. Ешқандай жаңағы арнаулы автокөлік, жаңағы жол көлік полициясының арнаулы автокөлігінің шамы жанып тұрған жоқ. Жанып тұру керек, мигалкасы жанып өшіп тұру керек. Және сізге таныстыру керек өзінің кімін, және тоқтату мақсатын түсіндіру. Сосын ол өзін түсіндіріп болған емес, сіз соған сәйкесінше сізге құқық беретін құжаттарды сіз оған көрсетуге міндеттісіз. Егер де өзінің тарапынан артық сөйлеп, құқыққа қайшы іс-әрекеттер жүріп жататын болса, сіз оны бейне камераға түсіріп, одан кейінгі жағдайда анықтауыңызға болады. Не үшін, не мақсатта дөрекі сөзбен сізді айыптап жатқаны. Неге қалдырып кетесіз, неге сіз оны алып жүретін білмейсіз ба деп дөрекі танытып жатса, сіз бейне таспаға түсіріп, тиісті одан да жоғары органдарға хабарласуыңызға болады. Көшеде келе жатсыз, көлігіңіз бар. Сізді жол полиция қызметкері тоқтатты. Жол полиция қызметкері жүргізушілерді қай уақыттарда тоқтата алады, қандай себептермен, және тоқтатқан уақытта жүргізушінің әрекеті қандай болу керек? Нұсқау түседі, жоғарыдан, басшылықтан нұсқау түседі. Осы нұсқау негізінде осындай жол трассасының бойында осындай жағдайлар орын алды.
не болмаса жаңағы террорлық актілер ма или басқа да бір құқыққа қайшы іс-әрекеттер орын алды. Енді осы 24 сағаттың ішінде не 48 сағаттың ішінде осындай нұсқаудағы не суреті, фотосуреті бар, не автокөліктің суреті бар бір нұсқау түседі. Сол нұсқаумен сізді таныстыру керек. Егер оны ешқандай таныстырмай, сізді жай ғана профилактика үшін дейтін болса, ол негізсіз. Сіз ешқандай құқық бұзған жоқсыз. Дұрыс кетіп бара жатсыз. Көлігіңіз бәрі дұрыс, құжатыңыз бәрі дұрыс. Ол сізді тоқтатпау керек. Тек жаңағыдай жағдайларды ғана сізбен таныстырған жағдайда, қолында жаңағылардың барлығында қолында қағаз болады, не электронды, не жазбаша түрде нұсқау болу керек. Оны сізбен таныстыру керек. Сол кезде ғана сіз өзіңіздің тарапыңыздан құжаттарыңызды ол кісіге көрсетесіз. Ал егер жай тоқтатқан кезде, онда сіз ордан жоғары тұрған құқық қорғау органдарына, соның ішкі қауіпсіздік қызметіне сіз өзіңіздің жеке арызыңызды жолдай аласыз. Сізге өзін таныстырған кезде ол ішкі тәртіп ережелеріне сәйкес бейнекамера қосылу деп мәлімдеу керек сізге. Көбінде айту керек. Сізге айту керек. Құрметті азамат, біздің сөз байланысымыз, яғни диалогымыз жазбада жазылып отыр. Ескертемін деп ескерту керек. Өйткені сіз білмейсіз ондағы қосылып тұрған, қосылмай тұрғанын. Көбінде әртүрлі жаңағы техникалық ақауға байланысты қосылмауы да мүмкін. Қосылуы да мүмкін. Бірақ сіз бейнежазбаға ол азаматты түсіретіннен бұрын сіз оны ескертуіңіз керек. Барлық іс-әрекет ескерту арқылы жүргізілу керек. Сіздің құрметті азамат, еліміз құрметті полиция капитаны, мен сізді бейнежазбаға түсіріп жатырмын деп ескертуіңіз керек. Оның рұқсатсыз түсіру ол құқыққа қайшы іс-әрекет болып табылады. Өйткені сіз оны ескертусіз жатқан жағдайда сіз әртүрлі жаңағы орын алуы мүмкін. Ол оның құқықтарын бұзған болып табылады. Ол да азамат қой, ол да қызметтегі азамат болғанымен оның да жеке құқықтары бар, конституцияда жазылған. Яғни оның ескертусіз сіз ешқандай, мысалға кез келген жағдайларда ескерту болмаған жағдайда ол азаматтың құқығын бұзған болып табылады. Рұқсат бермей тұр. Рұқсат бермесе сіз түсіріп жатқаныңызды егер анықтаса, және ол сол ақпарат көпшілікке жариялап кететін болса, сотқа шағымданып, сот арқылы өзінің моральдық шығынын өндіріп алуға болады. Тойларда, білесіздер ғой, көп жерде қазір әлеуметтік желі деген өте бір тез, мынау қазақтың желіндей тез тарайтын дүние ғой. Тойларда мысалға ойынға шақыртады да, сосын түсіреді. Сізден сұрамайды. Сізді ойынға шақырды да, анда келемеж болады, әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін, и ол рұқсатсыз басқаларға таратылып кетеді. Бірақ ол жерде сіздің отбасыңызға қатысты, сіздің жеке өміріңізге қатысты әртүрлі ар жағына негатив ойлар орын алуы мүмкін, комментаторлар беруі мүмкін. Ол сіздің жеке құқығыңызға нұқсан келіп отыр ғой. Сіз олай болады деп ойлаған жоқсыз. Сіз жаңа елдің сол тамашалап отқан елге қызық болсын деп сіз бар өнеріңізді салдыңыз, а оны алды да жариялап жіберді. Туысқандардың арасында. Сондықтан бұл жерде асабаның өзінің міндетін дұрыс орындамауында болып тұр. Асаба ескерту жасау керек. Құрметті азаматтар, мұнда шығатын азаматтар бұл ойынға шығып жатыр. Сіздер ешқандай бейнежазбаға түсірмеулеріңіз керек. Түсірген жағдайларға сіздерге құқыққа қайшы іс-әрекеттер орын алуы мүмкін. Яғни сіздерді жауапкершілікке тартуға бұл азаматтардың осы шыққан бесеудің құқықтары бар деп ескерту керек. Сол ескерту жоқ қой. Қай тойда ескерту болғанын көрдіңіздер? Әрине, таратқан адам. Асаба ескертпеген үшін оның да жауапқа тартылуға мүмкіндігі бар. Неге асаба ол ойын ұйымдастыру барысында осы мәселені үй егесімен келіскен жоқ? Не болмаса арнаулы ойынға шыққан азаматтармен осы ондай ойын болады, сендер мән бермеңдер, келісесіңдер ме, сендер бейне түсіру мүмкін деп ескертпеген. Заң тұрғысында әрбір түсірілген түсірілім, әрбір жарияланатын сол қойылым, солардың дүние болсын, ол міндетті түрде сол азаматтың рұқсатының негізінде ғана жасалу керек. Өйткені ол азамат оның халыққа шыққаны, жария болғаны, оның қорыққаны және басқа да жаңағы себептерінің көрінуіне қарсы. Ол өзі құқы бар, өзі таңдай алады. Ол жеке тұлға ретінде өзі таңдайды. Мен нені қалаймын, нені қаламайтынын өзі таңдай алады. Ал енді оның рұқсатынсыз жаңағы әртүрлі статистикалық, әртүрлі бір жаңағы бір қоғамға қажетті бір ақпарат ретінде деп жинақтау ол рұқсат емес. Мысалға қараңыздаршы, кез келген театрға барыңыз, кез келген жаңағы концерттерге барыңыз, онда ескерту жасайды. Қазір қойылым басталайын деп жатыр. Бейне таспаға түсіру рұқсат етілмейді деп ескертеді. Енді сіз де сол секілді өзіңіз адам, мені түсірмеңіз. Мына жазбаңызды өшіріңіз, өшірмесең мен сізді тиісті құқық қорғау органдарына хабарлама беремін десеңіз, ол сіздің түсірген жазбаңызды өшіреді. Бұл азаматтардың құқықтарының сауаттылығына байланысты. Қаншалықты адам сауатты болса, өзінің аумағындағы, өзінің территориясындағы, өзінің отбасындағы, өзінің қоршаған ортасындағы әрбір іс-әрекеттің заңды орын алуына өзі септігін тигізеді. А енді ол өзінің құқықтарын қорғамай тұрса, басқа азаматтарға оның құқықтарын қорғаудың қаншалықты қажеттігі бар?
ол бұза береді. Ондағы мақсат, ондағы өзінің идеясын, идеологиясын жүзеге асыру үшін ол емін еркін қолданады. Барлық құрал жабдықтарды сөзбен де, оймен де және камерамен де. Азаматтарға жалпы кез келген жерде чекті талап ету олар үшін қай жағынан пайда алып келеді? Және ол мемлекетке қандай пайда алып келеді? Пайдалы себебі өз тұтынатын затыңыздың сіз қараңыз. Кез келген тамақтану орталығына бардыңыз, тамақты ұсындыңыз, қажетіңіз таңдап алдыңыз. Ең тұтынатын кезіңізде сіз ойлаңыз, мына асты кім дайындады? Қаншалықты ол ішкен кезде маған ол ағзама пайдалы не зиян келуі мүмкін деген қауіпті ойлай отырып сіз чекті талап етуіңіз керек. Яғни сіз алдын ала ойлауыңыз керек. Тауарды алмастан бұрын, сатып алмастан бұрын, ертең күні, мүмкін кім біледі, заводтан шыққан брак болуы мүмкін, егер тұрмыстық болса, ас болса, ас дайындау барысында мүмкін бір қыл түсіп кетті ме, басқа жағдай болды ма, енді ол сақтанбаған ғой адам өмірі. Сондықтан сіз сол алынған чек жаңағы арқылы сіз өзіңіздің ары қарай құқықтарыңызды қалпына келтіруіңізге болады. Сұрайсыз, сіз сатып алдыңыз, мысалға сіз автобусқа мінген кезіңізде сіз чек алу талап етесіз қой, егер де арнаулы картамен жүрмесеңіз. Неге? Тексеру барысында сіз тексеріс сізді штраф салмау үшін, айыппұл тағайындамау үшін. Сіз билетті алмасаңыз, тексеріс қосымша қадағалаушы тексеріс кірген кезде сізге айыппұл тағайындап жүруі мүмкін. Мұны солай қарауымыз керек бұл нәрсені де. Сіз егер талап етпесеңіз, сіздің денсаулығыңызға ақау келсе, сіз оны дәлелдей алмайсыз, сіз тамақ ішкеніңізді. Камерамен дәлелдегеніңіз, сіз ас ішкеніңізді дәлелдей алмайсыз. Және қандай ас ішкеніңізді дәлелдей алмайсыз. Сіз мүмкін сорпа деп көрсетуі мүмкін, бірақ сіз басқа нәрсе тұтынғаныңыз мүмкін. Оны дәлелдеу үшін сізге арнаулы чек керек. Сол мекеменің мөрімен басылған не болмаса арнаулы штрих коды болады. Салық заңнамасына сәйкес, әрбір қызмет көрсетуші заңды тұлға ол міндетті түрде өзінің қызмет ету орталығын, яғни қызмет ету мекемесін арнаулы тіркеуден өткізу керек. Тіркей отырып, салық міндеттілігін мойнынан міндетін алу керек. Егер де сіз әр азаматқа жаңағы әрбір төленген алынған, сатып алынған затқа ол арнаулы квитанцияны жаңағы чекті шығармайтын болса, ол тиісінше оның сол салық төлеудің аз көлемде төлеуге алып келеді. Яғни ол мемлекеттің қазынасына, олар түскен табысынан аз көлемде ғана табыс түседі, салық түседі. Осыны анықтап алуымыз керек бірінші. Яғни не үшін чек бермейді деген сұрақ қою керек. Сіз тұрсыз, асхананың жаңағы кассадағы қызметкеріне, маған чек беріңіз, чек таусылып қалды дейді. Сіз орныңыздан табжылмай тұрып, чек талап етуіңіз керек. Өйткені әрбір азамат өзі тұтыну арқылы мемлекеттің қазынасына, сол мемлекеттің дамуына қосып жатқан бір тамшы үлес деп санау керек. Мемлекетке түскен қазына ол біздің денсаулығымызға, балаларымыздың мектеп, балабақша және де басқа да қажетті біздің өміріміздегі құндылықтарымызға берілетін қаражат. Дүкендерге барған кезде, белгілі бір тауарды қарап тұрған кезде мен байқаусыздан оны қолымнан түсіріп алдым. Яғни оны сындырып алдым. Осы уақытта сол сынған заттың ақысын төлеу менің жауапкершілігімде, мен оны төлеуім керекпін бе, әлде оны төлеудің қажеті жоқ па? Бұл жерде даулы мәселе. Даулы мәселе болатын себебі, егерде сатушы не болмаса сол сатушыға құқық берген сол мекеменің, сауда дүкенінің басшысы сол заттар сату барысында оның қирамауына, бұзылмауына септігін жасайтын арнаулы құрылым жасау керек. Яғни алдын алу керек. Сіз мысалға ыдыс-аяқ тұратын жерде мынандай ақ шыныдан жасалған кафельдер болмау жөнінде, арнаулы жаңағы секірмелі едендерді төселуге. Бұл қандай жағдай? Егер де ондай мәселенің бәрін алдына жасамаған, сатушы сіздің жаныңызда жүріп, мына заттардың өте бір нәзік сынуға бейім екенін сізге айтпаса, сіз абайсызда қолдан түсіріп алдыңыз. Қорықпау керек, саспау керек, шақырту керек, әкімшіні шақырту керек. Сөйтесіздер, сосын сөйлесу барысында айтасыз. Не істейсіздер? Сіздер мына затты менен өндіртіп алуға құқылысыздар, иә, құқықтарыңыз бар. Бірақ қаншалықты бұл тауардың сапасы, бағамы, қанша тұратынын анықтау үшін біз не істейміз? Бірінші, сіз құқық қорғау органдарын шақыртуыңыз керек дейсіз. 102-ге шақыртады, арнаулы құқық қорғау, сол учаскелік инспектор болсын, болмаса сол осы саладағы бағыттағы инспектор келіп қарап, сіздің келтірілген зардаптың санап, арнаулы сот сараптама тағайындалып, экспертиза тағайындалып, келтірілген заттың құнын экспертиза дәлелдеп беріп, сосын барып сотқа
арыз беру арқылы өндіріп алынады. Егер де шынында да сіз абайсызда құлатып алсаңыз, ал енді тікелей қасақаналықпен жаңа қолыңызда тұрған ұрып сындыратын болсаңыз, оны бейнекамера таспада болмаса жаңағы сатушы азаматша сізді көрген болса, онда ол әрине құқық бұзушылық. Соңында жалпы бұл не сол заттың өзара келісу арқылы құнын қайтару, не болмаса сот арқылы соттың шешімімен төлеу міндеттеледі. Көп қабатты тұрғын үйлердің белгілі бір өзіндік тәртібі бар. Түнгі тыныштық деген. Өзі түнгі уақыт 23:00-ден таңғы 6:00-ге дейін деп заңда жазылған. Яғни бұл тынығу уақыты деп жазылған. Тынығу уақыты. Осы уақыт аралығында сол азаматтар өзінің көршілерінің мазасын алмауы қатаң қадағалану керек. Егер де көршілер тарапынан арыз түскен жағдайда, ол әкімшілік құқық бұзушылық кодекстің арнаулы бабымен, яғни есімде болса 147 бабымен әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Қайта қайталанатын болса еселене түседі ол айыппұлдың көлемі. Енді осынан шығатын тағы бір мәселе бар. Мынау жаңа салынған үйлердегі құрылыс нысандарын жүргізілуі. Іргелес, жаңа жұқала жанында болсын, дауыс естілетін. Сіз мысалға жексенбі күні таңғы сағат 6-да демалғыңыз келеді. Таңғы 6-дан 5 кеткен кезде бұрғылау процесі басталды. Құрылыс нысаны дірілдеп жатыр. Стенаңыз, бүкіл қабырғаңыз, жас балаңыз бар. Бірақ сіз заң бойынша бізде ол мәселе еш қаралмаған және шешілмеген. Өйткені ол түнгі уақыт емес. Таңғы 6-дан кейінгі уақыт ол түнгі уақыт емес. Енді сіз тек қана мына жағдайда тағы да сол экспертизаға тағайындалып, қаншаға дейінгі дауыста ол құрылыс нысанында қызметкерлер жұмыс жасай алады. Дауыстық дыбысталу сигналдар бар ғой. Бұрғылау дыбысталуы, қаншалықты қандай процестерді өзара сіз жаңағы құрылыс салып жатқан азаматшаның егесімен өзара келісу арқылы не істейміз? Мен арнаулы жаңағы сарапшылар тағайындатамыз ба, сіздің мынау бұзғаныңызды анықтау. Егер де сарапшылардың тарапынан ол сол дауыс сигналдарының соншалықты өте жоғары және сіздің ұйқыңызды және де балаларыңыздың жаңа дұрыс ұйықтамауына септігін сезетін болса, арнаулы құзырлы органдарға хабарласып, сот тәртібімен айыппұл тағайындатуыңызға болады. Бірақ ол заңда ол норма көрсетілмеген. Только сот сараптамасы тағайындалған кезде ол сол дауысталу дыбыстарының сізге өрескел болғандығын анықталған жағдайда ғана. Болмаса өзара келісу арқылы сіз таңғы уақытта тек сылап әрлеу ғана болса, түскі мезгілдерде жаңа қалған бұрғылау процесін жүргізе берсе деген келісу арқылы. Оны құрылыс компаниялар өте жақсы біледі. Қазір таңда көптеген айыппұлдар тағайындалған, ол бойынша сот процестері де болды. Мысалға сол дауыс сигналдарының арнаулы жаңа перфораторлардың қосылуы, оның барлығы яғни белгілі бір өз мерзімде, яғни сағат 11-ден кейін. Ал заң бойынша түнгі уақыт 23:00-ден 6-ға дейін. Одан кейінгі уақыт түнгі уақыт емес, сіз оны дау-дамай шығарып, мен қазір сотқа берем, полиция шақырамын деп дау-дамай көрсеткеніңізбен сіз арнаулы сараптамасыз сіз олардың құқық бұзғанын бұзбағанын анықтай алмайсыз. Біз көбінде көшеде солдаттарды көреміз. Үшеулеп жүретін. Олардың қызметтеріне не кіреді? Олардың құқықтарына не кіреді? Саған мені көшеде тоқтатып, маған айыппұл сала алады ма? Болмаса басқа да әкімшілік жауапкершілік тартыла ма? Олар қоғамдық тәртіппен құқықтық қауіпсіз қамтамасыз ететін арнаулы жасақ. Олардың құрамына 2 өздеріңіздің балаларыңыздай, бауырларыңыздай, не інілеріңіздей 2 қысқа мерзімге алынған солдат. 2. Біреуі солардың, яғни ең үлкен басшысы ретінде контрактылы қызметкер. Яғни кәдімгі әскери қызметкер. Өзі міндетін атқарып жүрген. Жанындағы 2 солдат арқылы ол қоғамдағы болып жатқан әртүрлі құқық бұзушылықтардың алдын алады, тоқтатады, шектейді, қосымша күш шақыруға олардың құқықтары бар. Жұмыстары қандай да олардың қолдарында радио байланыс жүйесі бар, рациялары бар. Сол арқылы келіп түскен ақпарат бойынша шұғыл, тез әрекет қимылдау керек. Кез келген өтіп жатқан жүргінші болсын, сол аумақта болып жатқан жағдайлар болсын, тексеру құқығы бар. Бірақ тексеру барысында ол түсіндіру керек. Не үшін сіз оны тоқтаттыңыз
және неге тексеріп жатырсыз, құжат не үшін қажет. Естеріңізде болсын, жеке куәлікті еш уақытта қолға беруге болмайды. Жеке куәлік ол сіздің конституциямен бекітілген жеке мүлкіңіз секілді, жеке затыңыз. Тек көрсетесіз, таныстырасыз, жазып алуға. Егер қараңғы болатын болса, жарыққа апарып көрсетіп, жазып алуға жаңағы өзінің ЖСН-деріңізді, жаңағы не қажеттілігін мүмкін. Егер сіздің жаныңызда екі азамат болды, бірақ азаматта жеке куәлік бар, екеуінде куәлік жоқ, мүмкін. Ұмытып қалды, или шыққан жерінде қалып қойды. Жаңағы азамат екі адамға куәлік ете алады. Сол ертіп жүрген екі азаматты жеке куәлік арқылы, менің атыма жазсаңыз болады, аты жөндерін мәлімдейді, сол жерде баяндайды, жазып алып кетеді. Ол не үшін? Ертең күні сол уақыттарда, түнгі уақыттарда, әрине көбінесе түнгі сағат 11-ден кейін қатаң тексеріс басталады. Яғни күшейтілген тексеру жұмыс басталады. Түнгі сағат 11-ден кейінгі. Өйткені білесіздер, балалар көбінде жаңағы театрға кеттім деп, спорт залға кеттім деп, сағат түнгі 11-ден кейін кешеуілдеп жасөспірімдер жүруі мүмкін. Соларды тоқтатып, үйлеріне қайтару мақсатында болмаса, бір құқық бұзушылықтардың алыну мақсатында олар жұмыстары күшейтілген нысанда. Онымен дөрекілік танытып, онымен жаға ұстасудың қажеті жоқ. Дұрыс түсінсе, түсіндірді, түсірмесе, сіз адамда жоғары құқық органдарына хабарласуыңызға болады. Яғни, ұялы телефон арқылы 102-ге хабарласып, осы азаматтардың мені заңсыз тоқтатты деп хабарласуыңызға болады. Учаскелік жаңағы орталыққа апару себебі ол қаншалықты сол азаматтардың өзін растап тұрғаны және іс-әрекеттерінің қаншалықты заңды екенін анықтау үшін алып барады. Сосын арнаулы или қорғаншылары немесе ата-аналарын шақырту арқылы осы істі анық-қанығын анықтау үшін. Өйткені тұрған жері азаматтардың назарына түсуі мүмкін, және де көптеген қорқыныш алып келуі мүмкін. Сондықтан арнаулы жасақталған арнаулы органдарда, мекемелік жерлерде осы істің анық-қанығын анықтай береді. Банктер өз қызметін көрсету барысында өздерінің кіріс-шығыс қауіпсіздіктерін сақтау мақсатында белгілі бір ұлттық банкпен бекітілген пайыздық ставка бекітеді. Ол пайыздық ставка жаңа ұлттық банктің бекіткен нормасынан аспау керек, яғни белгілі бір өзіндік қаржылық институттар оны анықтап берер. Ал несиеге келетін болсақ, несие алу барысында азамат өзі әрбір несиені алу барысында несиенің сомасы, мөлшері, төлену уақыты бәрін өзі келісе отырып келісімшартқа қол қояды. Несиелік келісімшартқа қол қояды. Енді жаңа сіз айтып отқандай қосымша несие ставкаларын бекіту ол банктер тарапынан бекітілген бір заңсыз комиссия деп танылады. Сіз айтып отқаныңыздар қазір заңсыз комиссия. Бұл 2016 жылы ұлттық банктың 2016 жылы 30 маусымдағы қаулысы негізінде осы пайыздан бөлек осы банктік несиеге қызмет көрсету, банктік қызметтің жаңағы шоттарын жүргізгені үшін несие ұстауы, қосымша несие ұстауы, пайыз ұстауы заңсыз деп тауып 2016 жылдан бері қарай осы Қазақстан Республикасы сот тараптарынан сол несиелерді қайтару жүргізіліп жатыр. Және осы уақытта біраз азаматтар өзінің несиесін қайтарып та алды. Онда екі талап нормасы қарастырылған. Біріншісі сол келісім шарттың жарамсыз деп тану, екінші сол шартта заңсыз ұсталған. Яғни заңсыз деп тұрғанымыз ұлттық банктың бекітілген жаңағы тізілімінен тыс тағы да комиссияларды ұстану сол шартта. Оны азаматқа түсіндірмейді, азамат оған келісілгендер құқық сауаттылығы төмен болғандықтан несие алғанына риза болып қол қойып алған. Бұл 2016 жылға дейінгі несиелер болсын, оның алдыңғы несие болсын, мұндағы несиелер бойынша осы мәселе қазір қарастырылып, өндіріліп алып жатыр. Жаңағы бірінші жарамсыз деп табады, екінші сол несиенің заңсыз ұсталған несиенің ай сайынғы мөлшерлемесін қоса отырып, пайдаланған төленген мерзімге дейін қайтарып беріп жатыр. Енді қазіргі таңда осы алдыңғы күні ұлттық банктың төрағасының орынбасары осы мәселе бойынша өзінің ұсынымдарын айтып жатыр. Қазіргі таңда осы несие өндіру мәселесі белгілі бір жоғарғы соттың немесе арнаулы органдар тарапынан тежеліп тұр. Ол қаншалықты қалай шешілетінін анықталмай жатыр. Мүмкін менің өзім жеке заңгер ретінде пікірім, мүмкін сотқа дейінгі өндірісте сол банктың өздерімен келісу арқылы
шешіледі деген ойдамын. Неге десеңіздер, соттарда бұл дау жоқ. Дау жоқ жерде соттың қатысуы мен ойымша заңсыз. Өйткені бұл, яғни ұсталғаны рас, барлық ақпарат көрсетіліп тұр шартта, заңсыз ұсталған. Енді соның банктер өз тарапынан оны өз еркімен сол азаматты шақыра отырып, мына осынша комиссия сізге ұсталдық, және мына әлде де сізден ұсталып жатыр ай сайын қосымша тағы 4000 теңге, не болмаса 2000 теңге, не 1000 теңге. Осыны сізден алып тастаймыз, сізге жаңа шартпен жаңа төлеу кестесін шарт берейік деп жасаса, соттардың онсыз да біздің азаматтарымыздың құқықтарын қорғау бар процесіндегі істері онсыз да көп, бұны қосымша тағы да іс болып табылмайтын еді. Былай қарасаңыздар, конвейер секілді болып жатыр. Іс түседі, шешім шығарады, іс түседі, шешім шығарады. Ол қосымша онсыз да ісі көп азаматтық соттағы қосымша нагрузка болып жатыр. Соны мүмкін шектеу барысында мына осы сәуір айында бір жаңа заңның күшіне енуін біз қазір күтудеміз, барлық заңгерлер. Қазір таңда осы 19 наурыздан бастап барлық осы несие өндіріп алу процесі, былайша айтқанда, қатты айтқанда тоқтап тұр. Шешімдерді шығып жатқан жоқ, кейінге қалдырып жатыр. Барлық сәуір айының 10-нан ары қарай қалдырылып жатыр. Жаңа заңның қалай, кімнің пайдасына шешілетінін. Бірақ бұл қаншалықты ертең даулы мәселе болатыны. Мысалға, сіз несиеңіздің пайызын, заңсыз ұсталған несиеңіздің пайызыңызды өндіріп алдыңыз. Өндіріп алдыңыз. Енді өзге азамат енді ғана біліп өндіретін кезінде сот алды, не болмаса жаңағы банк, мен сізге ол несиеңіздің ақшаңызды қайтармаймын, тек қана жаңағы қосылып жатқан соманы ғана азайтып беремін десе, ана азаматтың құқықтары қаншалықты сақталды деген сөз. Неге өзге азамат сол бір жыл айда алған несиесінің қосымша несиесін тартып шығарып алды да соттың шешімімен. Енді екінші заңның өзгеріс енуіне байланысты ол азаматтарға ол ұсталынған ақша кері қайтарылмайды. Дау туындай ма, туындамай ма? Осы жағын заң жобасын дайындап, не болмаса заңды күшіне енгізейін деп отқан құзырлы мемлекеттік органдар еске алады деген ойдамын. Бұл қарасаңыздар, мен ойымша үлкен әлеуметтік резонанс тудыруы мүмкін. Өйткені қазіргі таңда көптеген істер әрбір заң мекемелерінде, арнаулы жеке акционерлік қоғамдар болсын, осы адвокаттық кеңселерде барлығында осындай бір-бірден кемінде 5-10 азаматтың осы құқықтарын қорғау мақсатында несие сұрақтары жатқан болуы мүмкін. Күтіп, өз кезегін күтіп. Және олардың қаншалық құқықтары ертең сәуірдің ішінде заң тұрғысынан жауабын алады деген ой бар. Менің өзімнің тәжірибемде біраз азаматтардың несиелерін, осы заңсыз алған несиелерін мен қайтарып бердім. Және әзіргі таңда да сотта жатқан көптеген істер бар. Қарапайым халыққа түсінікті болсыншы. Ақшамен сөйлеп көрейік. Мен банктен 3 миллион алдым. 3 миллион алдым деп айтайық, енді кіші сумма болмасын, ортадағы 3 миллион алдым. 1,5 жылға деп алдым. 1,5 жылда толық жаптым 3 миллионды. Алған азаматқа қанша пайыз қайту керек? Пайыздық нысан қалай саналады? Ол үшін сол азаматтың қол қойған шарты қажет. Жаңағы банктік шарты дейді ғой. Банктік шарты болу керек. Яғни түпнұсқасы болу керек, және төлеу кестесі болу керек. Сол шартпен төлеу кестесінде сол банктың қызметкерімен, яғни банктың сол басшысымен ұсталынатын пайыздың мөлшерлемесі көрсетіп тұрады. Әр банктың мөлшерлемесі әртүрлі. Мысалы, орташа есеппен алғанда, сіз автокөлікті несиеге алсаңыз, қарапайым мысал алайық, 2,5 миллион теңгеге сіз Лада Грантама алдыңыз. 2,5 миллионға алдыңыз. Орташа есеппен ол 2,5 миллионға айына әрбір пайызға қызмет көрсету үшін мүмкін 0,75% осы несиеге қызмет көрсету үшін пайызын ұстап отыру мүмкін. Не болмаса 0,5, не болмаса 1%. Ойлаңыз, 2,5 миллион теңге болатын болса, 1% болса, айына 2500 теңге сізге сол қызмет еткен үшін ай сайын пайыздан бөлік тағы да ұстап отырды. Енді сол 2,5 мың теңгені сіз неше жыл төледіңіз, көбейтсеңіз, сізге сол заңсыз ұсталған қаражаттың сомасы шыға келеді. 2 жыл төлесе 50 мың. 2 жыл төлесе
50 мың теңге. Егер де мысалға ол жерде көп сома болуы мүмкін, 11 мың теңгеден ұстауы мүмкін, 12 мың теңге, ол ұсталған пайызбен жаңа алынған сомаға байланысты. Мен жай мысалға айтып отырмын. Шартты көрмей, нақты ол банктерді ұстаған пайызын елестетіп және сомасын шығара алмаймыз. Жорабек мырза, әдемі бағдарламадағы әдемі сұхбатыңыз үшін рахмет. Құрметті көрермен, келесі кездескенше.